Қайырлы күн қыздар. Бүгін біздер өте дәмді тіске басар әзірлейміз. Бұл жерде менде лавашқа оралған екі түрлі начинкамен, бірі тартылған ет, екінші сыр. Сіздер бұны холодныйға да қонақ шақырғанда қойсаңыздар болады. Өте дәмді болады. Ол үшін ең алдымен осылай жуамызды ұсақтап турап аламыз. Кейін туралған жуаларымызды қызып тұрған майға салып, бірінші тартылған етті дайындап аламыз. Осылай майға қуырып, үстінен су, ештеңе құймайсыздар. Тұз, қара бұрыш, паприка салып араластырып, оттың астын баяу 20 минутқа қойып, осылай еттің суы шығып пісе бастағанда үкіштен өткізілген сәбізімізді үстіне қосып барлығын пісіріп аламыз. Біз начинкамыз дайын боламын дегенше осылай лаваштарымызды төрт бұрышты етіп кесіп аламыз. Сосын сырды үкіштен өткізіп, осылай салып шығып, әдемілеп видеодағыдай етіп орайсыздар. Қыздар, байқасаңыздар, мен астыда описаниеге тек керек азық-түліктерді ғана жаздым. Грамм және миллиграмм осындай деп жазылған жоқ. Сондықтан өздеріңіздің отбасыларыңызға жететіндей етіп көз мөлшерімен жасайсыздар. Міне біздің екінші начинкамыз дайын болды. Тартылған етті салмас бұрын осылай лавашымызға жұмыртқаны әдемілеп барлық жан жағына жағып шығасыздар. Оны сыр салатын кезде жасамайсыздар. Тек осылай тартылған етті салатын кезде ғана жан жағына жұмыртқаны жағып шығасыздар. Соны ескеріңіздер. Дәл осылай видеодағыдай етіп орап алыңыздар. Олай болса, енді клеарымызды әзірлейміз. Менде 2 жұмыртқа және панировочный сухарь. Мен начинкасы сыр салынған лавашымды аунаттым. Сіздер қалауыңыз бойынша ет салынған немесе сыр салынған осылай лавашты бірінші жұмыртқаға, содан кейін панировочный сухарьге аунатсаңыздар болады. Осылай қызып тұрған майда осы 2 түрлі начинка салынған лавашымызды салып 2 жағын аунатып, әдемілеп қызарғанша пісіріп аламыз. Осылайша біздің өте дәмді тіске басарымыз дайын болды. Қыздар, жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көрсеңіздер, комментарий қалдырып, лайк басып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.